Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге дүкендегіден де өте дәмді болып шығатын, өте жұмсақ шоколадный пряники жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Ең әуелі біз сүтімізді ысытып аламыз. Содан соң ұнымызға қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз ыстық болуы керек, бірақ қайнатудың қажеті жоқ. Ыстық сүтімізді құя отырып, венчиктің көмегімен ақырындап араластырып, осындай сұйықтық пайда болады. Сұйықтығымыз жылығаннан соң барып, ыстық күйінде емес, жылығаннан соң біз шым-шым тұзымызды және де сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Содан соң бір жұмыртқаның сары уызын саламыз, ақ уызын глазурға алып қалатын боламыз. Сары уызды қоспасаңыздар да болады, әркімнің өз қалауы бойынша. Мен сары уызды қалып кетпесін деп салып араластырып жібердім. Содан соң ұнымызды және де разрыхлитель, какао барлығын кезек-кезек араластырамыз венчиктің көмегімен. Тағы да қалған ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сіздер описаниядан жазылған артық ұн салудың қажеті жоқ. Әйтпесе сіздің пряниктеріңіз қатты болып қалады. Осылай тек қана венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырыңыздар. Қолдың қажеті жоқ. Кішкене ұн сеуіп, дәл осы ұнымызды осындай ковриктің үстіне алып дөңгелектеп аламыз. Көп ұн салып жүрсеңіздер, пряниктеріңіз қатты болып қалады. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Міне осылай дөңгелектеп, енді қамырымызды жаятын боламыз. Орташа қалыңдықта, көріп тұрғандарыңызда жайылуы да өте оп-оңай, сондай жұмсақ қамыр болып шығады. Сіздерде үйлеріңізде қандай форма бар, кез келген формамен пісіріп алсаңыздар болады. Менің дөңгелегім кішкене үлкендеу. Егер сіздерде бұдан кішкентай форма болса, сіздерде 40 пряник шығады, дәл осы рецепт бойынша. Ал менде кішкене формам үлкендеу болғандықтан, менде 30 пряник шықты. Барлығын дәл осылай дөңгелектеп, пергаментный бумагамызға салып, 200 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Міне ағаш таяқшаны тексерген кезде құрғақ болып шығады. Демек, біздің пряникіміз пісті. Өте тез піседі. Бар болғаны жарты сағатта дайын болады осы пряникіміз. Енді біз глазурын жасайтын боламыз. Біздің глазурымызге қант ұнтағы, яғни сахарный пудрамызды және де жаңағы алып қалған жұмыртқаның ақ уызын салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң лимон шырынын құйып жібереміз. Лимон шырыны бізді ақ уызымыз одан сайын әппақ болу үшін қолданамыз. Міне көргендеріңіздей ағара бастады. Енді дәл осы глазурымызға піскен суыған пряниктерімізді аунатып аламыз. Сосын осы пряниктердің барлығын кепкенше күтіңіздер. Кепкеннен кейін осымен біздің пряникіміз дайын болып шығады. Сіздер ақ уызын көптеу жақсаңыздар, пряниктеріңіз аппақ болып шығады. Мен кішкене жұқалау қылып жағып қойыппын. Сол себепті қатты тым аппақ болған жоқ менікі. Сол себепті ақ уызын көптеу жасап, аппақ қылып жасасаңыздар да болады. Міне біздің үй жағдайында жасалған пряникіміз дайын болды. Өте жұмсақ, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Алдағы уақытта сіздерге қолжетімді әрі оңай керемет рецепттер шығаратын боламын. Сол себепті арнаға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.